Bugün 11 Tamuz Beynev audanında tay yarısı oladı. Şu tay yarısına ben gitip bir kadın fotoğrafı. Şimdi bu tay yarısının da oranı Көкмойнақтың дүбірі деді маған. Сосын Көкмойнақтың дүбірі деген соң үйде отырмайын. Осы барып, үстіктен барып көрейін деген велопрогулка жасайын. Есенғали орманына барам. Жүре алсам ішінде жүремін. Сыртында жүремін. Bir айналып қайтамын. Ал, жолын болсын. Машиналар жатыр. Есенғали орманының іші. Öyle olabilir. Осындай шара ұйымдастырылып жатыр ағайындар. Тағы да құтты болсын. Мына шабандоздарға сәттілік тілейміз. Білмейсің қаратқандай, торатқандай, аспаннан ағыл жұлдыз баратқандай, бір сәуле бөлектеніп өте шықты аспаннан ағыл жұлдыз баратқандай Көкмойнақтарымыз бүгін жеңісті күні. Алла тағала бүкіл мына келіп тұрған жас өспірімдерге жүректеріне бір алаштың рухын көтерсін деген тілегіміз бар. Ал сәттілік бәріңізге де тамашалауға шақырамыз. Дем берген сол команданың мүшесі қошемет білдіріп қойыңыздар, құрметті ауылдастар. Рамнаға қош келдіңіз. Бүгінгі Бейнеудан бөлімінде алғашқы рет өтіп атқан тай жарысы оң болсын, талаптары жігіттердің. Енді ол біздің Маңғыстауда жаңа айтылып жатыр, үлкен жоғары деңгейде барлық ат бәйгелер өтіп жатады. Әркімнің жеке ұйымдастыруымен, аудан, облыстың ұйымдастыруымен. Бірақ енді мұнаның ерекшелігі бұл тек Бейнеудің өзіндегі тайларды осындай жарысқа қосып, сынап, ары қарай облыс деңгейіне шығару. Ал енді осы талап оң болсын. Енді келесі екінші, үшінші рет өткенде бұдан да көп адам жиналыс. Бүгінгідей 10-15 тай емес, бір 50-60 тай жиналатындай үлкен іріктеу болатын болсын. Сосын ол тайлар облыс көлемінде, республика көлемінде танылатын болсын. Негізгі көздеген меже осындай. Жаңа айтып кетті, енді былтырдан бері біз Көкмойнақ дүркіреп былай шауып жүрміз. Басқа да жарыстарға қатысып, кеше жаман емес көрсетіп жатыр әртүрлі деңгейде. Енді осы алдымыздағы айдың мінекей 5 күні қайтадан тонау Астанада жиналады. Үлкен жарыс болады. Былтыр 19 облыс болса, биыл 20 болады. Дайындық мықты. Ал осы жарыстарда да біздің Көкмойнағымыз өзінің бұрынғы деңгейін көрсетсін деп, сіздер бәріңіз қиқулап, тілек отырыңыздар. Ал бүгінгі мына болып атқан мына Есенғали орманы, енді бұл жаңағы бас жағамыз бен Есенғали ағамыздың өздері жоқ болса да, солардың істеп кеткен істерінің бар екенін көрсетіп тұр. Өте керемет, әдемі болып тұр. Енді мына кішкене бүгін шаң атқанмен бұл шаң басылады. Осы орманға жан кіріп, оны да бір көріп отырармыз. Басқа да бір үлкен нелер орналастырар осы жерде. Ал оң болсын, талап оң болсын барлығы. Бәріміз тек жеңісті күндерде қиқулап тұрайық Көкмойнақта. Жарықтың жылдамдығында жолда қалдырам. Мен болсам арман тұлпарым арманнан дамдар.
номерде Бүтінбай Ақсақалдың деген тайы желбірек атты тайы. Бүтінбай Сартайдай. Мына балалар жолда шығар, қолда шығар. Тайларын бағып байлаңыздар. Ағайын қиқыл болсын кәнеке. 4-ші номер, 1-ші. 2-ші келген 5-ші номер. 3-ші келе жатқан мінеке. Алла дейін бәйге құтты болсын. Бүтінбай Ақсақалымызға қошемет білдіріп қойыңыздар. Бәйге құтты болсын. 3-ші келген 1-ші номер. Және көрермендер көз айымы деген номинацияға ие болған 10-шы номердегі Дәулетов Ораздың бәйтерек атты тайы Шабандоз Мейратбек. Өзі де ат баптап неге Жолтөре ағамыз да талай болсын Маңғыстауымыздың атын шығарып жүрген аттек азамат тұлпарлар топ бастап келіп жүрген. Неге Жолтөре ағамызды Шабандоз Ермұхан ат иесі Қарабалин Жайсан Боранқұлдан келген қонақтарымыз қошемет білдіріп қойыңыздар ағайын. Бапкерім Мағжан. Жембіғалиев Жарылғап ағамның демеушілігімен. Ал енді 1-ші орын иегері 4-ші номерде өнер көрсеткен Қонарбаев Саламаттың шеге атты тайы. Қошемет қайдағайын. Шабандоз Миян. Бапкері Арсен. Боранқұл ауылы. Қошемет ағайын. Бүгінгі көк ойнақтың дүбіратта тай бәйгесінің бас жүлде иегері 300 мың теңге ақшалай сыйлық. Рәбім ағамның демеушілігімен өз қолынан табысталып жатыр ағайын. Қошеметтеріңіз қайда? Шеге атты тайымыз бүгін ерекше өнер көрсеткен. Рәбім ағамнан бір ауыз сөз. Ал енді мынау тай бәйгеден 1-ші чемпион ғой. Жаңа мен суреттерден қарап отырмын. 10 минуттың ішіндегі. Яғни 6 километрді 10 минутта келсе, 35 километр сағатта шауып өтті. Кешегі 140-қа шапқан аламан бәйгеде бар болғаны 24-25 минут. Яғни чемпиондар бізден шығады әлде де 10 минут разницамен. Ал құтты болсын. Осыны бөлісіп көттіздермен. Ал енді естелік суретке түсуге шақырамыз.